Холестеринді таблеткасыз түсіру. Сізге де холестерин жоғары деді ме? Күнде таблетка ішкіңіз келмей ме? Бірақ шындық бар. Холестеринді дәрісіз де төмендетуге болады. Қалай? Қазір қысқа да нақты айтып беремін. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Холестерин неге қауіпті? Холестерин ағзаға қажет, бірақ ол көбейсе қан тамырларын бітейді. Соның салдары жүрек ауруы, инсульт, жоғары қан қысымы. Ең қауіптісі ол ұзақ уақыт белгі бермейді. Бірінші әдіс тамақты өзгерту. Ең бірінші қадам тамақ. Ең алдымен холестерині көп өнімдерді азайту керек. Бұл жануар тектес тағамдар, яғни шошқа еті, бұзау еті, жас қой еті, тауық еті, сиыр еті. Негізгі мәселе жануар майлары мен ақуыздары. Мынадан бас тартыңыз: фастфуд, маргарин, шұжық, сосиска, тәтті, ақ ұндардан. Орнына мынаны қосыңыз: сұлы ботқасы, балық аптасына 2 рет, зәйтүн майы, жаңғақ, көкөністер. Бұл тағамдар жаман холестеринді табиғи түрде азайтады. Теріс энергетикалық баланс жасау, яғни жеген калорияң жұмсаған калорияңнан аз болуы керек. Қарапайым тілмен айтқанда, көп жеуге болмайды, түнде тамақ жеуге болмайды. Клетчатка тұтыну. Клетчатка бұл өсімдік талшықтары, олар екіге бөлінеді: ферменттелетін, ферменттелмейтін. Холестеринді төмендету үшін еритін, ферменттелмейтін клетчатка ең тиімді. Оған псилиум жатады. Псилиумның артықшылығы: барлығына жарайды, газ түзбейді, холестеринді тиімді төмендетеді. Ферменттелетін клетчаткада пайдалы, бірақ кей адамдарда іш кебуін тудыруы мүмкін. Клетчатка холестеринді қалай азайтады? Холестерин өт арқылы ішекке түседі де қайтадан қанға сіңеді. Ал еритін клетчатка ішекте ісінеді, өт қышқылдары мен холестеринді өзіне сіңіріп, ағзадан сыртқа шығарып жібереді. Бұл процесс тұрақты жүрсе, бауыр қандағы холестеринді көбірек ұстап қалады да жаман холестерин төмендейді. Келесі, емдік массаж. Іш қуысына жасалатын массаж қан айналымын жақсартады, бауырдың жұмысын белсендіреді, нәтижесінде бауырда жаман холестериннің түзілуі баяулайды. Омега-3 май қышқылдары. Омега-3 холестеринді 20-30%-ға дейін төмендетуі мүмкін. Бауырда холестерин синтезін азайтады. Омеганы табиғи жолмен қайдан аламыз? Майлы балықтар, теңіз өнімдерінен. Маңызды ескерту: омега-3 кемінде 3 ай қабылдағанда ғана әсер етеді. 1-2 апта ішсеңіз, нәтиже күтпеңіз. Екінші әдіс қозғалыс. Таблетка емес, қозғалыс емдейді. Күніне 30 минут жылдам жүру, велосипед, жеңіл жаттығулар жасау. Тұрақты қозғалыс холестеринді 10-15%-ға төмендетуі мүмкін. Үшінші әдіс ұйқы және стресс. Ұйқы аз болса, холестерин жоғарылайды. Күніне 7-8 сағат ұйықтаңыз, стрессті азайтыңыз, себебі стресс бауырдың жұмысын бұзады. Төртінші әдіс табиғи қолдау. Көмекші ретінде жасыл шай, сарымсақ, лимон қосылған жылы су. Бірақ бұл дәрінің орнына емес, қосымша ретінде. Маңызды ескерту: егер холестерин өте жоғары болса, дәрігермен кеңеспей, дәріні тоқтатпаңыз. Бұл видео алдын алу үшін. Денсаулық күнделікті таңдаудан басталады. Таблеткасыз холестеринді түсіру мүмкін. Ең бастысы холестеринді қалыпты деңгейде ұстау. Жүрек, ми, тамырлар және бүкіл ағза үшін өте маңызды. Егер сіз бәрін жасап, бірақ көп жеп, аз қимылдасаңыз, ештеңе жұмыс істемейді. Сондықтан ең маңызды нәрсе өз әрекетіміз, тәртібіміз және ниетіміз. Сіз холестерин деңгейін бақылайсыз ба? Оны төмендету үшін не істеп жүрсіз? Құрамы таза псилиумды қайдан алуға болады десеңіз, комментарийға пікір қалдырыңыз. Егер пайдалы болса, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Келесі видео тақырыбын комментарийге қалдырыңыз.